Ассалаумағалейкум газета көрермендері. Ақтау базар Ақтауға келдік. Қазір бағаларын білеміз. Мен үнемі айтамын, осы Ақтау базары ең арзан автобазар Қазақстан бойынша деп. Және мұндағы 50% көліктер Грузиямен бірдей бағалары. Өздеріңіз көресіздер, бірге шолу жасаймыз. Сіздер жігіттер лайк басып, WhatsApp топтарға бөлсеңіздер, барлығы көрсін, білсін деген мақсатта. Кеттік. Өзім әкелген көлік М4 дейді ғой жігіттер. 4-ші шанақта. Таза 17-ші жылғы, енді бабирка бойынша, негізі 18 дейді. 73 мың миль жүріп тұр. Жағдай енді от жігіттер. Таза спортқа жасалған ғой, стейджі бар, выхлоп бар мұнда. Қызыл салонмен. Жағдай жігіттер бір сөм айтқанда. Тамаша. Растаможкасымен жігіттер келісіп береміз, 10 миллион дейіп келісіп береміз. Мұнар енді анамен салыстырмаңыздар жігіттер. F10 басқасы болсын. Мұнан енді заты үлкен. Растаможкасының өзі 2 миллион жарымдай шығып тұр. Барлығын қосқанда. Таза BMW-ның фандары алады мынаны дейтін. BMW-ны түсінетін жігіттер. Купе еще вариант. Купе қымбат жүреді. Кеттік, басқаларын көрейік. Қанша айтып тұрсың? 3.8. 3 миллион 800. Жылы қандай? 2000 да? Қалай жағдай машина? Майса, ештеңе. Привозной салдыңыз да? Бірінші шыққана боландар ғой. Жылы қандай еді? 2000 да? Кожымен, аппақ. Көлемі қандай мына? 3-тік, арзан көліктер. Негізі Ақтаудың базар активный жігіттер. Басқа қалалардың базарларына қарағанда мәшіндер де көп, алушылар да көп, саудалашылар да, сатушылар да көп. Шуыр адамдар. Келіңіздер жігіттер базарға. Колесода отырып, әр адамға телефон соққанша, келіп көзбе-көз көріп, саудаласыңдар жігіттер. Колесо біреуге соғасын, біреу мошенник болып шығады, біреу андай болып шығады. Сенімдісі осы, базар. Көзбен көр саудаласасыңдар. Кеттік, бірге базарлаймыз. 777 007 007 77 92 77 92. Келсін бар ма? Осы нөмірге хабарласасыңдар міне. Келсін бойынша. Көп сұрайды. Қанша бағасы? 7 миллион дейді. Әдемі қыз отыр екен, ағып түсірмей ақ қой. Ассаламалейкум. Қанша бағасы? 4-7? Қай жылы мынау? 11? 12? Газ бар ма? Газ, бензин. Бағасы қанша? 4 миллион 700. Келсесің ғой, келсін бар. Таза қазақ дилерский машина ғой. Қанша жүріп тұр мынау? 220 мыңдай жүріп тұр. 220 мыңдай, 4-6-ға? Срочно дейді жігіттер. 4,5-ға беріп жіберем дейді. Жоқ, әдемі, көріп тұр, тап-таза негізі. Осы нөмірге барсасыңдар міне. Срочно беріп жіберем, 4,5-ға. Беріп жібереміз. 12. Елантыра ма? Елантыра. Нақты соңғы бағасы 4,5 болсын. Енді нақты дейді соңғы бағасы. Қалай? Жоқ, әдемі баға негізі. Қазақ нөмірімен тұр. Неше жүріп тұр? Не мауыз Қазақстан? Қазақстан, қазақ нөмір. Жақтан келген ба деп сұрап жатырда. Еш жақтан келмеген шығар? Дилерский. Мынау қанша болды? 5 миллион. Растаможенный, да? 5 миллион. Мынау екі қандай объем? 2-лік турбо. 2-лік турбо, да? Коробка автомат. Автомат, Таза автомат па? Растаможкамен 5-ке беріп жібермей, тап-таза екен мына. Енді жағдайына қарайсың мәшіннің. Карфаксына қарайсың дейтін. Ема, қай жыл еді мынау?
17 бабирка да? 18 деп тұр. Иә, түсіндім. Көз, пуш старт мұнда барлығы бар. Қанша жүгіріп тұр? 130 милі ғой да? Километрмен. Әдем жасап тұр. Турбо бар ғой, Күш керек қой, турбо ол керек қой, обязательно. Телефон нөмір айтып жібер. 301 961 46 44. Осы нөмерге хабарласасыңдар міне. Жігіттер, аукцион ашық бізде 24-7 хабарласа беріңдер, аукционнан тиімді болады. Аукцион ойнап береміз. Кез келген көлікті. Біздің логистика жігіттер ең тиімді соны айтайын. Доставка жағынан болсын, яғни сбор жағынан болсын, біздер франшизасын алып келгенбіз. Біздер дилер емес обещанный. Грузияда компанияның франшизасын Ақтауға келген болатынбыз. Алдағы уақытта басқа қалаларда да ашатын боламыз франшизасын. Хабарласыңдар төменгі нөмірге. Описание қойып қоямын. Гранта қанша отыр? Ой, миллион? 2 миллион. Қай жылғы? 2014, 2 миллион. Таза сияқты ғой? Қанша жүріп тұр? 300 км, да? Газ, бензин. Кондер, пеш, бәрі. Жасап тұр, Жасап тұр. Кондер, пеш, бәрі жасап тұр. Таза 14 қой, Бірақ американша соқ болғанбыз, таза 14 па деп. Бабирка 13 болады. Соған үйреніп қалғанбыз. Бұларда енді ондай жоқ қой. Мотор жағы бәрін қарап тұрмын, әдемі екен негізі. Телефон нөмір айтып жүр? 38 374 1768. Осы нөмерге алсаң сауда бар ғой, Саудаласып беріп жіберем дейді. Жақсы сауда болсын. Қанша? 5,5 деп тұрсың. Растамошка өткен де. Газ бар ма? Жоқ. Газ жоқ. Қай жылғы? 12 да? Әдемі екен. Комплектация қандай? Лимитед емес пе? Кожа ғой да мына? Осылар қошым кетті мен. Ауытпақтардың да. Арты кәдімгі үлкенді. Ананы жатқыз жіберсең? Жата бересің. Көміті бар. Жолда кетқанда, шашақ батқан кезде жақсы да. Қисай ұйықтамайсың. Жатқыз жібересің ұзыннан жата қала саласың. Диван ғой? Арты. Газды мұн жаққа салып ала бересіңдер под запаска. Ана жаққа қарады астына. Жоқ, Subaru'лар соңғы кезде хит болып жатыр. Көп етіп жатыр. Аукционда да осыны қарап жатыр. Қарайсыздар ма? Достар. Жоқ, мұнда әдемі комплектация негізі. Негізі осы жылдардың таза автомат мұнларда жігіттер, вариатор емес. Сразу айтайын. Көбісі ойлайтын Subaru'дың бары вариатор деп. 12-ші жылғы, 13-ші жылғылар бұлар автомат болып саналады. 5,5 миллион келісіп беріп жіберем дейді. Телефон нөмір айтып жүр. Адамдар хабарласады. 232 36 16. Осы нөмерге хабарласасыңдар. Бұл да 5,5 да? Растамошка өткен. Газ бар мұнда. Бұны 2 еле ма бірден? Жоқ, еле ғой да? 5,5 миллион растамошкасымен және сауда болса көріп тұрсыңдар ау жігіттер. Мен айтып отырмын, Грузия мен Ақтаудың базары тепе тең болып қалды деп. Мұны әлі осыларды да қазір Грузиядан алып келетін болсаңыздар 5,5 миллионсыз растамошкасыз ала алмайсыздар. Растамошкасымен шықпайды. Одан көз шықпаса. Сол айтайын деген. Тек бұл жерде тиімді аукцион болып тұр. Сол үшін жігіттер WhatsApp-қа хабарласыңдар, аукционда ойнап бере аламыз. Ақтаудың базары Грузиямен бірдей болып тұрғанда аукцион алмасаңыз басқа тиім жер жоқ. Сауда болсын жігіттер. Кеттік. Уалейкум ассалам. Аллах деп шүкір, қалай өзі? Машина түсіріп жүрсіз ба, брат? Иә. Бек түсіресің бе? Қайсы? Арзан сұрап тұрмын жалпы. Қай жерде тұрмын мен? Жүр сүрек. Байқап қалып едім жалпы. Болды. Міне шәптің. Қойшы. Арзан Lexus бар дейді, кеттік. Барлығы қымбат жіберіп жатыр, мен арзан айтып жатырмын дейді, балдар айтады. Дұрыс. Халықтың жағдайын ойлаған жігіттер ғой. Қанша? 5,5. 5,5 да? Хром пленка.
Ha, мына алды да, бұрын. Осы керек негізі. Трассаға жатқа шықсаңдар да бар ғой. Бромпленка. Мына. Шеттері бромпленка. Американец. Та қай жыл еді мынау? 2003. 2003. Мадин жабын деп тұр. Американский рынка деп бір орын жүріп отырады. Барлық андай ирка бәрі орында ғой. Қанша жүгіріп тұр? А? Қанша жүгіріп тұр? 500 мың жүгіріп тұр. 300 мың? 500. 500. Енді 65-тік. Қазақ па? Иә. Қазақ я. 5,5 айтып тұрмын, еще келісіп бересің. Келісеміз я. Жоқ, мынандай, тұсы әдемі екен, еще. Нарда грей сияқты ма? Сөйтер, әдемі. Мен көріп тұрмын ғой. От алдырып жүрші, капот көтір. Өзі астында ма бұна? Lexus шекті. Иә, мен қарап шайын. Лонжерон ровно. Капот оригиналмен тұр. Бұл жерде барлығы ашық көрініп тұр көзге. Мына үштік моторды қараш. Сыбырлап тұр, әдемі істеп тұр. Телефон нөмір айтып жібер енді. 707 Аха. 368 52 45. Осы нөмірге хабарласыңдар. Келісіп бер жіберейін деп тұр. 6,5. Қай жылғы? 2006, 6,5. Жыл жаңа ғой. Рестайлинг, иә. Газ бензин, ә? 330 ғана. Ес. 6,5 сап тұр. Кетті, сенаны қарайық. Істік ма? Қанша ма? Ана, Корея ма? Корея болғандан да айттық қой. Япошка ма сонда? Капитанский. 2 люк бар екен, е? Мәссаған ете. Зат қой мынау? Американец қой. 70 мың дейді. Елге ауыстырып қойғанбыз ғой, километрде бар ғой. Иә, километр қоя бересің. 120 мың километр. 120 мың. Газ бар ма? Жоқ. Свежий сияқты ғой, жақында келді ма? Иә. Бағасы қанша дедің? 15 жеті. Сауда бар ма? Көп емес, ә? АКБ. Жоқ, сиена жақсы машина. Оған сөз жоқ. Кәдімгідей мінгенде болқылдап. Таза қазақ, иә. Барлығы төленген дейсің ғой. Утиль первичка растамаш 6 миллион кетті ма? 6,5 кетті ма даже? Үлгердік әйтеуір төлеп. Үлгердің да. Қымбаттап кетті ғой. Иә, Тойотаға көтерді ғой. Телефон нөмір айтып жібер. 707 Аха. 803 96 23. Осы нөмерге хабарласасыңдар міне. Иә. Енді комплектация жақсы ғой еще, лимитит па деді ма? Барлығы бар. Бағалар осылай міне жігітті. Чисто Корея емес енді. Америка. Кореяға арналып шығарған американецтер шығар. Мейлі бар. Таза европекілер олар тек япошкалар кіммен тұрады. Басқасы басқа. Бұл жерде 2 транзит тұр екен, көрейікші, әзеке. Үрчет қалшықты. Ассаламағалейкум. Қалайсыздар? Сіздікі ма машина? Менікі мынау. Мынау ма? Мына кімдікі екен? Білмедім ба. Әдемі екен. Жүрсе бәрі жатыр. Мына қанша айтып тұрсыз? 6-9 деп тұрмын. 6-9. Түксін. Қай жылғы мынау? 12. 12. 6 миллион 900. Келісім бар ғой, е? Автомат. Міне 6 миллион 900 сап тұр.
12-ci жылғы төгсінді. Кетті арғай, тағы не бар көрейік. Базарламағалы көп болыпты. Адамдар түрлерде өзгерген бәк кішкене. Дұрыс қой, адамдар ауысып тұрады ғой. Bir жерде тұрмайды ғой. Бұлай да бұлай. Мына 45 әдем екен. Информация жоқ екен. Мына 55 тұр. Toyota дейді. Ена оригинал екен. Лобовой. Транзит па? Транзит. Иелерін табу қиын. Кетіп қалыпты. Гибридпен авалон тұр екен асеке. Уалейкум ассалам. Қалай амансыздар ма? Шүкір, аман, қалай өзің? Субаруым келмеді ма мен? Субаруым? Жолдашар. Қанша мынау? 5 жеті айтып отырмын. 5 жеті? Икселе 5 жеті. Бір есік крашеный. Бір есік? Қайжан удар? Артық есік мына авто. Сояғына болған ба тек? Қанша жүгіріп тұр? 197 болып тұр. 197. 5,5 айтып тұрсың, ә? Ес-еске бересің. Көреміз ғой да алып сыйлаған. Келісіп беремісің. Икселе ғой да? Пуш старт бар ғой да? JBL бәрі бар ғой. Барлығы бар да? Подогрев. Подогрев. 45 жақсы негізі, ә? Транзит қойдан о да? Растамош көріп тұр, ә? Бір апта болды. Жақсы екен. Өзің алып келдің ба? Әдем, әдем. Хорошо, құтты болсын. Ана артына мәшін келді. Да. Әдем екен. Уалейкум ассалам. Мынау қанша? 2 миллион 200, ә? Уалейкум ассалам. Қай жылғы мынау? 2014, ә? 2 миллион 200. Все, давай. Жолдан тұрғызып, бағаларын біліп отырамыз ау деймі? Мына кете берсін. Мынаны қарайшы. Ассаламағалейкумдер. Мына бағасы қанша болып жатыр? Toyota Avalon 2016. Сенімді дейді ғой. В общем, келісіммен 75. Растамош көтіп қойған, да? Жақында келді, иә. 190 жүріп тұр ма? Иә, ол сұрақ ғой. XL ма? Датчик удержания полосы. Гибрид. 6 литр жетті жүзге. Не деген керемет машина? Ішін қара көрәс екен. XL екен, е, нұсқа. Ha? Барлығы бар. Режимдердің барлығы бар мұнда. Экосистема, екі катализатор. Яқта беспроводный зарядка да бар еще. Жоқ, мықты жігіттер. Мына Камримен салыстырмаңдар. Бұлар дейтін енді. Бизнес-класс между Камри и Лексуспен отырған. Зындау 15 сантиметр и кеңі тоже. Дұрыс. Лексустармен бірдей ғой. Телефон номер бар қонда, е? Телефон бар, е. Келсесіз бе? Сауда бар ғой, е? Бар ғой. Сауда бар. Жазыңыздар. Чуть-чуть. Мені так түсірдім. 8-2 бол, 8-7, 13 миллион, да? Растамош көтіп тұр, е? Растамош көтіп тұр. Жылы қандай еді? 14. 14 жылы. Растамош көтіп тұр, 14. 13 миллион. А? Лимитет та мынау. Лимитет, так, 102 мың миль жүріп тұр екен. Машина от алып тұр ғой? Иә. Асеке? 13 миллион. Без повреждений машина. Без повреждения, да? Пароктар. Лобовой ауысқан, бәрі бұл өзі родной. Бір жыл болды айда жүрген. Телефон номер бар ғой онда?
Telefon nömrü düşürdü o. 776 550 92 53 дейді. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Келісіп беріп жіберемін деп тұр. Аукцион ашық, тағы айтайын. Бағалар әпше тиімді болады. 24-7 хабарласа беріңдер, WhatsApp нөмірлері қалдырам астына. Біздің балалардың жазыңыздар. Ең сенімді, ең мықты компания бізде. Шундай Santa Cruz дейді. Бәсе. 2022 2-де 5 коробка автомат, теплый бензин, пробег 64 мың км, учет КЗ дейді. 16 миллион теңге. 701 633 01 01 нөмірге хабарласыңдар. Hyundai Santa Cruz хабарласыңдар. Иә. Қанша болып тұр? 5 миллион? Иә, сол. Қазір. Кезінде қатты қызығат енді осы машинаға. Газ бар, ә? Gaz var ya. Қанша жүріп тұр мынау қазір? Mil gol. Сұрамасаң да болады шығар маған. Енді біраз өзінікін бір. 213 gol. 213 жүріп тұр ма? 213. Дым жүрмеген ғана. Bakalım meşinesi. 3. gazay. Үшінші қазайын. Негізі болады сондайлар. Кейде тұрады да гаражда. Көп тек шаруа жұмысқа барып келеді. Өзім сияқты ғой. Барлығын араластырып. 40-45 па? Телефон нөмір айтып жүр. 8771 995 7715. Осы нөмірге алсасыңдар не? Сауда бар ғой, ә? Сауда бар, саудасы болады. Кесіп беріп жіберем дейді. 25. Соңғысы ғой. Жанып тұр екен, фарлар тапта салып. 6. Газ бензин. Қазақ нөмір ғой заты. Қазақ. Американец ба мынау? Телефон соғып отыр. Екі төрт қой, ә? Вложение нет. Американец деп қойып дейсің, ә? Уалейкум ассалам. Шүкір. Телефон нөмір айтып жүр өзіңде? 837 668 54 67. Осы нөмірге алсаңдар не? Саудаласасың ғой? Саудасы бар. Женский машина ғой? Қыздарға әдемі кетеді ғой. Қыздардың қауымы кейде жазады, бізге де түсіреуші, қыздың машиналарында көрсетші деп. 2008 1-6 жағдай отлично дейді. Телефон нөмір айтайын, өзіңіз келісіп алыңыздар. 705 444 3370. О, Камрилер. 45 дейсің ғой. Сразу айтып қояйын дейсің. 40 мен салыстырмаңдар деп. 2 қазақ нөмір. 18-де келген. Таза қазақ па? 18 Армениядан келген. Легализация ма? Бір крил ауысқан. Бағасы қандай? Бағасы 509 сұрап отыр. 509 сұрап отырсың. Саудасы бар. 509 саудасы бар. Сенің атыңнан келсе сауда мол. Болды, естіңдер ғой жігіттер. Казатовмен келіңдер. Қазақтың атынан келсе. Сауда дұрысына жасап берем деп тұр. Телефон нөмір өзім айтып жіберем. 775 499 07 77. Toyota Camry, газ бензин 234 мың миль. Әдемі жігіттер. Болды, сауда болсын. Жігіттер, айтып кетейін. Легал деп қазір темасы қозғалып жатыр ғой, соны осы жерде айтып кете қойын. Легалдың заты қандай болатын? Легал деген өткен білесіңдер де 2023-те басынан бастады. Легализация 200 мың теңгеден өткізді. Сосын бұлар арзанға түсіп қалды. Содан кейін бағалар арзан. Жаңа айтып тұрсыз, 40-тың ол өзі қазақ нөмірі отел перевізі төленгеннен кейін олар қымбат болады да. Бұлар 200 мың теңгемен ғана өтті ғой. Армяндар, таза армяндар. Содан кейін бағалар төмен болады. Легализацияның көбісі қазір банк арқылы сатылмайды. Банктар одобрение бермейді. Өйткені оның утиль төленбеген. Содан кейін базаға утиль төленбеген тіркеліп тұр да бұлар. Легал деп жазылып тұр.
егер осы жерде келіспейді легалмен өткен машиналар банк арқылы, оның ішінде Каспий банк 100% отказ беріп жатыр легалдарға. Отель перевозчик төлеген машиналардың өзі қатты тексерісте. Өйткені білесіздер ғой, бізде химия жағы да көп қой. Химиямен өткен машиналар Каспийдің залогында жатыр. Құжаттары дұрыс емес, алып қойған, отель төленбеген. Сонымен шішіп, жерде тұрып қалуға мәжбүр болып жатыр да. Сол үшін қатты шара қолданып жатыр. Легалдар да соның ішіне қосып жіберіп жатыр, алмайды. Былай Каспиймен, жаңа былай переоформление жасала береді адамның атына, былай да былай. Банк арқылы бұл жерде өтпей тұр. Түсінген шығарсыздар. Жігіттер, осымен де базардың соңына жеттік. Лайк басып, комментарий жазып отырыңдар. Келесі базарда қандай көліктеріңіз көргіңіз келеді? Жазыңдар міндетті түрде. Түсіретін боламыз. Ассалаумағалейкум барша.